Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге бауырсақтың ең сәтті жақсы рецептін ұсынамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Арасын бөліп көрсетейін. Міне осылай болып шығады. Маған осылай болып шыққан ұнайды. Жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз, оның үстінен жылы су құямыз. Барлық керек ингредиенттерді видеоның астына описаниеге жазып қоямын. Тұз саламыз, оның үстінен сұйық май құямыз, шекер саламыз, және де ашытқымызды саламыз. Ашытқы менде құрғақ ашытқы. Ашытқының шыққан уақытына қараймыз, уақыт өтіп кетпеуі қажет. Бір жұмыртқаны саламыз және қастың көмегімен араластырып аламыз. Оның үстінен електен өткізілген ұн саламыз. Ұнның мөлшерін мен жазбаймын, өйткені әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан сіздер керегінше салатын боласыздар. Және де ұнды електен өткізу міндетті түрде ол біздің қамырымыздың жақсы көтерілуіне көмек береді. Міне осылай қолымызбен ұнды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға кішкене жабысқыш болып шығуы қажет, жұмсақ болуы керек. Қамырымыз қаттылау болса, бауырсағымыз дұрыс шықпай қалады. Міне видеодағыдай етіп, жұмсақ, қолға кішкене жабысатындай етіп, қамырымызды илеп, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін қамырымыз осылай көтеріліп шығады. Бұл менде ашытқының срогы жақсы деген сөз. Қамырымызды жаятын орынға ұн сеуіп, барлығын ыдыстан аламыз. Және де міне ұн сеуіп осылай қамырымызды дөңгелектеп дұрыстап аламыз. Және қолымызбен кішкене басып ауасын шығаратын боламыз. Ары қарай оқтаумен жаямыз. Қатты жұқа етпей жаямыз. Қазір мен сіздерге көрсете өтемін. Қамырымызды осылай оқтаумен жан-жағынан басып, кішкене жабысып жатса, ұн сеуіп жаюға болады. Ұн көп сеуіп жермеңіздер, бірақ. Қамырымызды және де қатты баспаймыз, жаймен ғана басып, жайып шығамыз. Жайылған қамырдың шетін осылай көтеріп, бір-біріне жинақтап қоямыз. Мен бауырсақтың формасын осындай дөңгелек затпен кесіп алдым. Сіздер қалауларыңызша 4 бұрышты етіп кессеңіздер болады. Міне қараңыздар, қалыңдығы тым қатты қалың емес, тым қатты жұқа емес, орташа болуы қажет. Бауырсақтарымызды майлыққа қойып, бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Тағы да көтеріліп шығады. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. Майымызды дайындаймыз. Ыдысқа сұйық май құямыз, оны отта қыздырып аламыз. Міне осы кез маңызды. Бауырсақты майға қуырар кезде майымыз қатты қызып кетпеуі қажет, және де қызбай тұрмауы да қажет. Өйткені қатты қызып кетсе, бауырсағымыздың сырты тез пісіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Ал қызбай тұрса, бауырсағымыз өзіне майды сіңіріп, майлы болып кетуі мүмкін. Сол үшін ориентир алыңыздар. Майды қатты отта емес, тым жай отта да емес, орташа оттан сәл ғана көтеріп, қыздырып алыңыздар. Бауырсақтарымызды қуырған кезде осылай жылжытып қуырыңыздар. Бауырсақтарымызды қараңыздаршы, көтеріліп, әдемі болып шықты. Осылай сарғыш түске боялғанда бауырсақтарымызды бір-бірден алып аламыз. Бауырсақтарымыздың майын сорғыту үшін міне осындай қолдансаңыздар болады. Міне видеода көріп тұрғандай етіп жасап, бауырсақтарымызды майдан алып аламыз. Бауырсақтардың барлығын жаңа мен айтқандай пісіріп алыңыздар. Міндетті түрде майларыңыздың қызып тұруына мән беріңіздер. Міне достар, бауырсақтарымыз дайын. Мен үнемі осы рецептпен жасаймын. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес етемін. Дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, комментарияда бөлісуді ұмытпаңыздар. Және менің каналыма жазылып, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.